дәмі тіл үйіретін, өте күшті болып шығатын керемет тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Барлық заттардың бәрін отбасыларыңыздағы адам санына байланысты ала берулеріңізге болады. Алдымен тауық етіне тауыққа арналған дәмдеуішті, қара бұрыш, тұз және де 2 ас қасық соя соусын құйып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып жарты сағатқа маринадталып қойып қоямыз. Сосын картопымызды ашып, жуып, осындай табаға ыстық сұйық майға қуырамыз. Картошкаларымыздың барлығы біркелкі формада орташа көлемде болғаны жақсы, және де осы қуырылып жатқан кезінде бір тілше сарымсақты салып, қызартып тұрып қуырамыз, одан кейін майдан шығарып аламыз. Дәл осы сұйық майға бір бас пиязымызды және де болгар бұрышын салып 2-3 минут қана қуырамыз, осылай араластырып тұрып. Сосын майдан шығарып аламыз. Осы майға тағы да капустамызды қуыратын боламыз. Сәл ғана 1-2 минут қана қуырсаңыздар жеткілікті. Сосын жаңағы маринадталып тұрған тауық етін салып, екі жағын бірдей аударып отырып, қызартып, алтын түстес болғанға дейін қуыратын боламыз. Барлық затты салфеткада майын сіңіріп алуларыңызға болады. Сосын қазанға ешқандай сұйық май, ештеңе құймай, тек қана ең кішкентай картошкадан бастап жинап шығатын боламыз. Ең астына кішірегін, одан кейін үлкендерін саламыз. Осы картошканың үстіне жаңағы тауықтың етін саламыз. Реттеп салып болғаннан кейін осы тауықтың үстіне капустаны салып шығамыз. Сосын капустаның үстіне болгар бұрышын, пиязды салып, 700 мл томат суын құятын боламыз. Томат суын дайындау үшін 3 ас қасық томатқа 700 мл суды араластырып құятын боламыз. Сосын қазанымыздың бетін ауа өтпейтіндей қылып жабамыз. Мен көріп тұрғандарыңыздай макаронның пакетін қолданамын. Осылай жауып, орташа отта 15-20 минутта пісіреміз. Болды, біздің тамағымыз дайын. Барлығын әдемілеп, сәндеп, салып, дастарханымызда жақындарымызға ұсына беруімізге болады. Керемет тамақты жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын, сіздермен болған ерекше келіншек.